саламатсыздар ма оқушылар? Қазір қазақ тіл сабағымыздың тақырыбы етістік туралы білетінді еске түсіремін. Енді оқушылар, өткен сабағымызды қайталайық, есімізге түсірейік. Етістік дегеніміз не еді? Заттардың қимылын, іс-әрекет білдіретін сөздерді біздер етістік дейміз. Оның сұрақтары не істеді, қайтты, не қылды? Мысалы, отыр, оқыды, тоқыды, жүгірді. Енді етістік құрамына қарай дара күрделі болып бөлінеді. Дара етістік дегеніміз тек қана бір ғана сөзден тұрады. Мысалы, барды, келді, кетті. Ал күрделі етістік екі немесе одан да көп сөздерден құралады. Мысалы, алып барды, ойнап жүр, кетіп қалды. Енді етістіктің екіге бөлінетінін біздер білеміз. Енді біздер қазір осы жаттығуға мұқият қарайық. Көп нүктенің орнына екінші бағандағы етістіктің тиістісін қойып, сөйлемді көшіріп жазыңдар. Әдемілетіп, қазір дәптерлеріңе жаза қойыңдар. Әсет фломастермен сурет салды. Ақын өлең жазады. Дәрігер балаларды емдеді. Оқушы есеп шығарды. Пеш үстіндегі сүт пісті. Бұлардың барлығы қандай етістік? Бір ғана сөзден тұрады, бұлар дара етістік. Енді оқушылар, зат есім дегеніміз не? Етістік дегеніміз не? Зат есімге мысал келтіремін, және етістікке де мысал келтіріңдер. Күрделі етістіктерді теріп жазып, осы етістіктерге сөйлем құрап жазасыңдар. Тек қана күрделі етістіктерді теріп жазасыңдар. Жақсы оқушылар, сабағымыз аяқталды.